себепсіз сығымдалған қара ноқатты қапылыста жарып шықты. Жоқтың бейтаныс жүзіне шұғыл үлкейіп келе жатқан құйрықты ала бөтен дақ салды. Әлем таңғажайып оқиғалар алдында тұрды. 18.000 ғалам қырт үлкейіп, ақыл-ойға сыймайтын белгісіз, шексіз аласапыран көлемге жетті. Күттім оны негерек, сағатыңыз қанша болды жапарақ, сағатыңыз неше болды көбірек,
шықты ол қалай, адасты ма, кір шалды ма қанатын. Уақытты айтшы маған, толғанай, уақытты айтшы маған, қара түн. Құлады ма, жылады ма білмедім, сыңары ма, тұмары ол басқаның. Сағат тілі қанша болды гүлдерім, сағат тілі қанша болды тастарым. Жаңа жырым бар еді оған оқымақ, жаңа сыйым бар еді оған керемет. Сағатыңыз қанша болды жапырақ, сағатыңыз неше болды көбелек. шаршайтұғын күйбеңмен. Кісенделген әлеуметтік желіде ата-анамды сонда дағы сүйемін. Әкем Аллам жұмысы көбірек дейтін. Анам елең қоңыраулар бітпейтін. Елең алаң ішінде үнсіз күрсінем, өтіп жатыр уақыт түкке жетпейтін. Қала іші, қара базар қарбалас, жыласы аңда жан даусымды тыңдамас. Көшелерде үнсіздікті жетектеп, мен келем мейірімге қанған аз. Сонда дағы жақсы көрем оларды. Мен өскенде үміттерін жағармын, ал әзірге еркелегім келіп тұр құшағында әкем менен анамның. Бір сәт маған табындаршы уақытты, сендер үшін болам әйдік тәртіпті. Бар әлемнің жиып алып бояуын, салып берем ақпаратқа уақытты.
Анам мені күн сәулелі аспаным, ортасында суритімнің және мен осы еді ғой көңіліммен тосқаным. Киімімді өздігіммен киемін, құшақтар қуанышқа үйемін. Әке, ана, қолыңды бер жетекте, мен сендерді қатты сүйемін. Оның себебі балам анау ағашты бағу қағумен өсірген. Қисық бұтақтары болса кескен. Ал мынау ағаш бағу қағусыз, өзі шығу қалыбымен өскен. Демек бағу қағуда үлкен мән бар ғой. Бағу қағуда көп мән барында шек жоқ шырағым. Мұнан сен де өзіңе әбәрет алсаң болады. Бағусыз бетіңмен кетсең, сен де мынау қисық біткен ағаштай қисық өсесің. Егер біз балалардың қате істерін түзеп, пайдалы іске үйретсек, айтқанымызды ұқтыра білсек, мынау түзу ағаштай болып өсесіңдер. Тәуелсіз мәңгілік еліміздің болашағы балалар сендерсіңдер. Армысыздар, құрметті оқушылар мен ұстаздар, қонақтар. Сәулелі көлеңке қалалық байқауына қош келдіңіздер. Алдарыңызда өнер көрсеткен номері 37 Арман балабақшасы ұжымы. Сіздер Ыбырай Алтынсариннің бақша ағаштары шығармасы бойынша көлеңкелі поэтикалық қойылымды тамашаладыңыздар. Қоюшы режиссерлер Битенова Алия Шинадиловна, Темірбек Дәулетбек, қошеметтеріңіз. Сәулелі көлеңке қалалық байқауы Астана дарыны,
дарынды балалар мен талантты жастарды анықтау және қолдау орталығы мен елгезек даму орталығы бірлесіп American Councils қолдауымен қала мектептерінің қазақ тілін меңгерген өзге ұлт өкілдерінің 5-7 сынып оқушылары арасында алғаш рет өткізіліп отыр. Байқауға елорда мектептерінен іріктеуден өткен 9 команда, 53 оқушы қатысып отыр. Байқау қазақ прозасына өзгеше өрнек, ғажайып сыр сипат әкелген көрнекті жазушы, балалар әдебиетінің классигі Бердібек Соқпақбаевтың шығармашылығына арналады. Ендеше бейнеқойылым арқылы сыннан сүрінбей өтіп, қорытынды кезеңге келіп отырған топтармен таныс болыңыздар. Флагман физикалық техникалық лицейі. 8-ші мектеп лицейі. 11-ші мектеп лицейі. 26-ші мектеп гимназиясы. 35-ші мектеп лицейі. 63-ші мектеп гимназиясы. 95-ші мектеп лицейі. Номері 101-ші орта мектебі. Номері 103-ші орта мектебі. Қатысушыларымызға сәттілік тілейміз. Бүгінгі қатысушылардың өнерін бағалайтын қазылар алқасын таныстыруға рұқсат етіңіздер. Бейсенбаев Досымхан Бейсенбайұлы, Қуыршақ театры әртісі, Күләш Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық өнер университеті колледжінің актер өнері пәндік циклдік комиссиясының төрағасы. Битенова Алия Шинадиловна, хореограф, Көлеңке би театры, бала шығармашылығын дамыту құралы әдістемелік кітаптың авторы. Темірбек Дәулетбек, музыка маманы, сценарист, медиа құралдар арқылы баланың шығармашылық қабілетін дамыту әдістемелік кітаптың авторы. Камалова Саягүл, актриса, хореограф, Камала йога-студия директоры. Бұралпиева Гүлбақыт Мұқашқызы, Астана дарыны, дарынды балалар мен талантты жастарды анықтау және қолдау орталығы басшысының орынбасары. Ал енді байқауды бастайтын Флагман физикалық лицейінің тобы. Номер 8-ші мектеп лицейі дайын отырсын.
Тише, пожалуйста. Қайдағы? Ол барып тұрған Рамза. Рамза? Я. Нотасını beklet al. Müzik koyamın. Жей ғой. Ұттылдан, 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 Ал енді ұттылдан. сақтамын. Ұтпайсың, қожалықтың шақ. Ұттылдан, Сен ұттылдан, өзің ұттылдан. мақтаншақсың. Жексұрын, шық біздің үйден. Жарайды, кетем. Шық деймін. Бір істеген өз емес. Кет, қайтып келме. Жібі киінсе ашылды деп жариялаймын. Мәселе қожының тәртібі. Ал сөйлеп отыр, жаз. Недік жазамын? Ертеңнен бастап бірде-бір головен сетек болып төбелеспейміз. Бие ұзы бастаса? Да қой де, әйтпесе көкедетінің тап де. Ал егер көбаса? Егер, бұл мәселе осымен бітеді. Екінші мәселесін күшеміз. Жаман әндер айтпайсың. Сайтан, есуас, ақымақ демейсің. Оның орнына мұның жарамай. Ұят болады деген сөздер айту керек. Ал егер болмаса ше? Солайсың. Қалай? Оны кезінде көреміз. Шешем бір шалдан қабылдан. Флагман физикалық техникалық лицейіне қошеметтеңіз. Келесі кезекте номері 8-ші мектеп лицейі тобы. Номері 11-ші мектеп лицейі дайындалып отырсын.
дейтін болатын. Біз сол жарымшы классқа жиналғандамыз. Парта жоқ, ондық жоқ, бәріміз жерде малдас құрып, жерде отыратынбыз. Сыныптағы ең кішкентай мен болсам, үлкендері 15-16-ға толып, мұрт салып, жігіт бола бастағандар. Елден бастап сабақ болмайды. Намысым балаларды таң ертеңнен бастап масақ алмай масақ төндіру керек. Оқу тоқтап, біз масақ теретін болдық. 1, 2, сол аяқ. 1, 2, сол аяқ. Сүрейханде сол аяқтың екі демесіні мәлет, шабалған, мәлет анырса. Номері 8-ші мектеп лицейі тобы. Сахнада номері 11-ші мектеп лицейі тобы. Қошеметтеріңіз. Номері 26-ші мектеп гимназиясы дайындалып отырсын. Әлемдегі ең биік тауда. Ешін, шамуамыз. Ой, мыналай тұлғаны мен тамақ жер таптым. Міне, әзілігі бар ғой, мынандай. Аулаймыз ба, ескі дермен, әрі тоғайды. Ой, Толайсың ба, сен сұлтанды білмей жүргенсің. Кәні, кетіп пе? мамам жүрмейді. Мамасының баласы. Әні мамам кетті, жүгір соңынан. Чау.
Алдарыңызда өнер көрсеткен номер 11 мектеп лицейі тобы. Қошеметтеріңіз. Рахмет. Сахнада номері 26 мектеп гимназиясы тобы, номері 35 мектеп лицейі дайындалып отырсын. Менің атым Қожа. Мен дүниеге келгенде қожа берген, есімін берген. Мен қалай қожаға болғанымды ешкім білмейді. Бетіңіз адамдар ғана емес, тіпті анам мен әшімде менің берген жалғауын қашан жоғалғанын айтпайды. Қожа, қолыңызды жуыңыз. Қазір Қожа, тамақ іш. мен келе жатырмын. Бірте мен қара қожа деген елде үйреніп, қарасыз ақылды, күшті немесе тіпті. Эй, қара көше! Бұл жантас мұсылда, ол мені әзедеп қара көше, яғни қара ботқа дейді. Эй, қара көше! Қара көше, қара көше! Ай! Ай! Ай, 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 ай! Ай! Кадыров, сен не істеп жатырсың? Ештеңе! Қожа бұзақы, бұл әрқашан бере кінәлі. Мен оған ештеңе істеген жоқпын. Бұл рас па, Кадыров? Сыныптасыңыздан дереу кешірім сұраңыз. Мен бұзақы, дезорганизатор. Етінде бұрыннан білемін. Бірақ ешкім екіншісі деп айтпаған жоқ. Мен жантас сияқты емес. Мен ештеңе сұрамаймын. Кешірім сұрасақ, лагерьге бармайсың. Жақсы, лагеріңіз керек емес. Негізі мен жатып қалаға ойрадым. Ешкім екіншісі деп сөзіне беріп болу керек. Бірақ мен анам, менің әжемде ой аламын. Қожа, жақындасың бе? Мен енді Сен не істейсің? мен енді қайталамаймын. Мұның бәрі ерекеңнен. Кешіріңіз, әже. Жантас қайтып келсем, менен алады есесің. Бұл екі жыры жанармен лагерьге барады. Жана, бұл сен бұрыннан маған қате ұнайтын қыз. Олар айналай берсін.
болуға шақырым келіп еді. Ей, бұл менің торым, онда ұрлап, мұзы жып алды. Сұлтан, сен торны ұрладың бар? Мен емес, біз. Ақыл өз уақытшылар шекпе. Жарайды, осы білесің. Ұстаудың бауыры, мен ұры емес, алды ұрлады. Өйтіп қайттан келем. Сіштен шығады. Адамдар, бұл кімнің ұлы? Қадірден ұлы. Қадірдің ұлы, әкем батыр болған. Ол туралы жаман сөз айтатын бірде-бір адам жоқ. Барлығы оны көмектетін. Өкініштісі, сен одан емес, қырықшылардан баласың. Несінің ұлы, ештеңе. Мен саған айтып қой, сұлтанға жақындама, одан алушы. Мен істеген жоқпын ғой. Ендеше, мен шығында біріп себепсіз қол бітірдім деп қоса аламын ба? Жоқ, бірақ... Қожа. Жағаны ұстап, орап сұлтан қол көтерген деп қоса аламын ба? Мен енді қайталамаймын. Уәде беремін. Менің атым Қожа. Алдарыңызда өнер көрсеткен номері 26 мектеп гимназиясы тобы. Қошемет беріңіз. Рахмет. Келесі кезекте өнер көрсететін номері 35 мектеп лицейі тобы. Номері 60 мектеп гимназиясы дайындалып отырсын.
алып көкөктап барамыз. Сен неге бізді осылай жасайсың? Ағаштан қандай жамандық көрдік? Жайқылып ысып тұрса қыстақтың. Көрді емес бізбе. Кешіріңіздер, кешіріңіздер, жіберіңдер мені. Кешіруге болмайды, бала. Жа, шыныма тұрады. Бала сөзін айтып болсын. Кешіріңіздер, мен отырғызған ағасымдарды бүгіннен бастап тәрбиелеп күтуге уәде беремін. Жарайды, олай болса, бар үйне. Ағаштар üzeri boyları uzasıp Almabek'e yol açtı. Almabek evine girdi. Direk yürek alıp ağaçların küpün topladı. Arasından su ateş koydu. Orada bir sıçrın ağaçtan tutup zabıp ekmeğin altından koydu. Az günde ağaç kaytadan canlandı. Gözge yakın yaprakları jayılıp şişelip kaldı. Ol için güzel boyundağı uzun orman Almabek'e bir sağışlık bildirip ol ilginde sayesinde uzaklık oldu. Almabek ağaçlarının kaderi kısılıp onların ürperip adımı kanşalıklı manıklı yükünü alıp işlere sıradı. Ol ağaçlarda küçük baktı. Hayvanatçı ayarlayıp basladı. Oslayışa ağaçlar kaytadan jayılıp bütün adamlarına hastalık ve güvenliksin veredi. Ағаштар, тыныс алуымызды қамтамасыз ететін табиғаттың сыйы. Табиғат, адам болсының тұсы, аны бағалау парызы. Ағаштың өмірі адамның қамқорлығында. Arkadaşlar, bizim ulaşaklısın kırıkır. Ағаш отырғызған адам болашаққа үміт артады. Табиғаттың сыйы, ағаш. Қошеметтеріңіз. Номер 35 мектеп лицейі тобы. Рахмет. Ал сахнада номер 60 мектеп гимназиясы тобы. Номері 95 мектеп лицейі дайындалып отырсын.
жоқ, ақыл керек. Жандос, сен таза ақымақ екенсің. Уже қарашы, заказ қандай керемет қырат әкелді. Отбасы корабльдің қырандары. Жандос, бұның қашықшы. Шығатын шаруам жоқ. Айтатын сөзің бар ма еді? Шаруам бар. Құпияң болса, мен шыға тұрайын. Жоқ, осы құпиясы, ешқандай құпиясы жоқ. Алдайды. Одан да мынаны көрейік. Қорқасың ба? Қарашы, мына ракетаның кабинасы бар екен. Жандос, Әке, не істеді? Майқан апайға айтып берем. Сол затқа қолы болғаным. Туы жер сорын соққан қожа нағыз тәртіпсіздің өзісің. Демек, тұғын келе ме? Мұның дұрыс емес. Тілін жоқ па? Онда неге үндемейсің? айтатын несі бар? Байқамай қалдың ғой. Өтірікті де байқамай айтасың. Алдарыңызда өнер көрсеткен номері 60-шы мектеп гимназиясы. Сахнада номері 95-ші мектеп лицей тобы, номері 101-ші орта мектеп дайындалып отырсын.
болып біледі. Мыналар бұзақты қожамен бір класста оқиды дегенде естігім келмейді. Ал енді балалар ерік өздерінде. Қалай жерсеңіздер де ерік өздеріне бер. Кәне, дауысқа салайық. Қожа далаға шыға тырсын. Әйтпесе кейбіреулер одан қорқады. Шынында осы отырған сендердің араларында шындықты көзге айтудан қорқатын жас жастар бар ма? Онда жантасты көздіріп. Тыныш қалыңдар. Шулайсыңдар ау сендер де. Жаңа ғана қора жаман деп құлдадыңдар. Енді жантас жаман дейсіңдер. Сонда қақта екі жаман адам бар екен ғой. Әзәсін, жантас, бұзақы қожа. Қалған 30-дарың алтын. Сол 30 жақсының екі жаманды түзетуге әлі келмей ме? Орасан шама бұзақы емес. Қаншама тырысып жүре десе де кейде бармала қалады. Оның тұзы жүрді. Сендер күлесіңдер. Ол әлі есік алдында жалғыз тұр. Күтіп тұр. Ол күлкі емес қой. Дұрыс айтасың жаңа. Білетіңіз емес. Ал қожаны мектепке шығаралы. Ол басқа мектепке барсын. Онда оның адам болуына көмектесетін жақсы жолдас, абзал оқытушы табылды делік. Сонда бұл жолдас сәріне тәрбие бере алмай, дәрменсіз болып қала береміз. Ал кәне, осы үшін қол көтерейік, көтеріңдер. Кімдегі? Қожа берген қажет мектептен шығару мәселе педсовет алдында қойылсын. Қолдар қарсы бар ма? Қалыс шығар. Алдарыңызда өнер көрсеткен номері 95-ші мектеп лицейі тобы. Қошеметтеріңіз. Рахмет. Сахнада номері 101-ші орта мектеп тобы. Қошеметтеріңіз. Номері 103-ші орта мектеп дайындалып отырсын.
Маңсулы, қай жерден келе жатсың? Елем деген ең биік таудан. Бәрекелді, сен өзің жомарт екенсің. Мә, мынаған көмпек алып жүр ғой. О, бұл ақшаға мұнда бір ине сатып алуға болады. Шешем су жаңа орамал. Мәселен көпір келеді. Пап. Ха-ха-ха. Ержесіңдер ме? Келемін. Біріңге келемін. Оған жаңашқан кім болған екен? Әйтеуір мектептен қуған жоқ. Демек сенген ғой. Енді бүкіл мен сенімдерін ақтармын. Бұл шын сөз. Мен жақсы адам боламын деп уәде беремін. Қара көрсе, қожа! Алдарыңызда өнер көрсеткен номері 101-ші орта мектебі. Фотоға түсіп болса. Бүгінгі байқауды аяқтайтын номері 103-ші орта мектебі тобы сахнада.
Кем бар ғой? Он қолынан не келеді? Көреміз. Сен әлі отқан жоқсың. Жүріс кезегі менікі ме? Састың ба бәлем? Ұзын жолдан шық. Шық ұзын жолдан. Өз еркім. Шыққым келсе шығам. Шыққым келмесе шықпаймын. Жоқ, шық ұзын жолдан. Шықпаймын. Шық. Шықпаймын. Ендеше сен жеңілдің. Жеңілгем жоқ. Жеңілдің. Жеңілгем жоқ. Инанамын сен. Мақтай жақпыға. Еу, инанасың ғой. Ұзын мақтаншақ. Ой, шығыным жалғыз қызымсың. Мына бала қожа ма? Не қып жүр мұнда? Екеуміз былай нақ отырдық. Балам, бәрі үйім. Жанажан, ит қылып алмасын шығарып жіберші. Сау болыңыздар. Япырай, жанарды ренжітіп кеттім ал. Дойбыдан жөнеле салсам ше. Ұзын жолдан шығып, жөнеле салсам, нем кететін еді. Әй, осы қайсарлық мінезің ай, жақсылыққа апармайды. Жанар, кешірші мені, күнә менде. Алдарыңызда өнер көрсеткен номері 103-ші орта мектебі. Естелік болды басы болсын. Сонымен қатысушылар сайысты аяқтады. Қазалар алқасын бүгінгі байқауды қорытындылау үшін кеңесуге шығарып салайық. Так, ребята, сидим здесь, пока ушли жюри сейчас на совещание, буквально 10 минут. Хорошо, потом будет награждение.